Саламатсыздар ма, қымбатты ұстаздар және менің сүйікті оқушыларым. Менің есімім Ақбердиева Раушан Нәбиқызы. Мен Зерде мектеп гимназиясында көркем еңбек пәнінен 1 мен 9 сыныптардың арасында сабақ беремін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жұлдыздар аспан шамын жасаймыз. Сабақтың мақсатында дайын бұйымдарды сәндеу, шығармашылық жұмысты жасау үрдісінде талдау, жүргізу және жақсартуды қажет ететін жақтарын анықтап, жұмысты безендіре білу. Бағалау критерияларында теориялық білімнің тәжірибелік жұмыста қолдану және жұмыстың жасалу реттерінде бұл біз жаңағы 7 қарашыны көрейік. Ата-анаңмен немесе досыңмен біргетінде жарық беретін шам жасап көрейік. Мына жерде сіз көріп отырсыз 7 қарашыны. Жұмыстың жасалу ретінде қосымша дерек көздерден шоқ жұлдызды аспан картасын іздеп, өзіңе ұнаған шоқ жұлдызды таңдап аламыз. Ашық түсті карандашпен күңгірт түсті қағазға негізгі шоқ жұлдыздардың суретін саламыз. Мына 7 қарашыны көріп тұрсыз. Үлкендердің әрбір жұлдыздың ортасын бізбен тесіп беруін сұрап көреміз. Одан соң кішкентай өткір қашымен жұлдыздарды қиып аламыз. Егер қиюға қиналсаң, үлкендерден көмек сұра. Алтын немесе күмістен фломастермен жұлдыздардың жиегін айналдырып сызып, оларды тік сызықтармен байланыстырамыз. Әдемі қарып түрін ойлап, жұлдыздардың атауын жазуға болады. Балалар, қараңдаршы, бұл жерде қандай жұлдыздың силуетін көріп тұрсыңдар? 7 қарашы. Қазақ халқында 7 қарашыға қарап, міне бала кезімізде біз қызықтағанбыз осының бәрін. Қандай аспан әлемінде неше түрлі қызықтарды көруге болады екен. Қағазды айналдырып орада 2 жағын бір-біріне желімде. Сонда мынандай цилиндр шығады. Біз қазір практикалық жұмыс істеген кезімізде дайын цилиндрге қарап, соны жапсырамыз. Енді біз мына осы жұлдыздарға қараған кезде, қараңыздар, мен практика жұмысын көрсетейін сіздермен бірге. Мына біздің 7 қарашымыз. Бұларды сызықтармен үйлестірген кезде оның нақты формасын көрсетеміз. Нүктелермен белгілеп алып, 7 қарашыны мына көлемде анықтадық. Енді бұны біз мынандай контурменен үйлестіре бастаймыз. Контурды ұстаған кезде сызықпенен форманы дәл беруіміз керек. Және алыстағы жұлдыздарды біз мынандай моншақтармен безендіріп кетсек, бізге қарап жымыңдап тұрған сияқты ол жұлдыздар. Бұл жерде біз ыстық пистолетті қолданып кетеміз. Мұны бізде жұлдыздардың бірнеше көлемде қиылған фольга қағазынан көріп тұрсыз, күміс түспен. Фонда біз ол жұлдыздарды да қолданамыз. Артқы планда алыстан көрінетін жұлдыздар бізге жымыңдап күліп тұрған сияқты. Мұны біз оны моншақтарменен безендіреміз. Алтын моншақтарменен. Бұл жерде мен қауіпсіздік ережесін ескерткім келеді сіздерге. Ыстық клеймен жұмыс істеген кезде сіз клейді басып, өте жылдам қолыңыз алып кетуіңіз керек. Қолды
күйдіріп алуға болмайды. Саусақтың ұшымен ұстап отырасыз. Фонды көркемдеп безендіре бастайсыз. Керек емес ыстық клейдің саусақпенен алып тастайсыз. Міне фоныңызды кішкене таза ұстауыңыз керек. Біз моншақтарменен алыс артқы пландағы жұлдыздардың жымыңдап тұрғанын көрсетіп тұрмыз. Міне және фольгаменен осы фонға жұлдыздарды жапсырып кетеміз. Жұлдыздар аспан шамын жасаған кезімізде, мұны сіздер көріп тұрсыздар, фонды техника гуашьпенен алдық, және түнгі аспан болғандықтан біз оны қара түспен жасадық. Жұлдыздарды жиі орналастыруға болмайды. Және композицияның ортасында сіздер көріп тұрсыздар, 7 қарашыны. Осындай әсерлі композиция біздің жасөспірімдерімізге қатты ұнайды. Мұны жұлдызы шам картонның екі шетін ыстық кремменен жапсырып, бір-біріне жиектерін жақындатып жапсырамыз. Бұл ажырасып кетпес үшін біз саусағымызбенен мұны сіздерде осындай шам шықты жұлдызды шам. Бұның ішінде біз 7 қарашыны көрсетіп тұрмыз. Мұны 7 қарашыны бөлмедегі жарықты сөндіріп, шынымен де әдемі емес пе? Мұны қараңызшы. Өзіңіз жасаған жұлдызды бөлмеге жарық беріп тұрған сияқты. Тылсым әлемде арманда ғарышқа саяхат жасағың келсе, жұлдызды шамды жағып көр. Мұны өзіңді батыл ғарышкер ретінде сезініп аласың, тағда бір шам жасап, ең жақын досыңа сыйлауға болады екен. Цилиндрдің ішіне шамды орналастыр, енді жақын қара, қарашы түнде жаққан жұлдыз аспан қандай тамаша көрінеді екен. Жұлдызды аспан шамын өзіңіздің досыңызбен, өзіңіздің анаңызбен жасап, бөлмеңізге іліп қоюға болады. Бүгін сабақ барысы кезінде біз рефлексия деген нәрсені өтеміз. Бұл сабақ кезінде рефлексияда сіз қараңыз, осы рефлексия кезінде сіз осы шамды жасаған сізге ұнады ма? Және сіздің көңіл күйіңізге қандай әсер етті? Практика жүзінде мүмкін сіз басқа да материалдарды қолданып кететін шығасыз. Сіз білмеген қандай жағы бар бұл жерде. Көңіл сармас ол жұмыста. Міне, осы жұлдызды аспан шамын жасаған кезімізде, осы тақырыпқа байланысты біз 10 сұрақтан тұратын 5 жауабы бар тестті дайындадық. Сол 5 жауаптың ішінде
бір жауабы дұрыс. Бұл тесттерді сіз білген нүкте академиясынан өз біліміңізді тексеруіңізге болады. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз.